Сәлеметсіңдер ме балалар? Дүниетану сабағына қош келдіңіздер. Бүгінгі өтетін сабағымыздың тақырыбы Қазақстан рәміздері. Бүгінгі сабағымыздың мақсаты сенің білетінің Қазақстан Республикасының рәміздері, мемлекеттік рәміздерді қолдану ережесі, сенің меңгеретінің мемлекеттік рәміздерді өзге елдердің рәміздерінен ажырата білу. Қазақстан Республикасы жер көлемі жөнінен дүние жүзінде 9-шы орында тұратынын білесің бе? Сенің елің әлемдегі жері алып мемлекеттердің бірі. Оның көлемі 2.724.900 шаршы шақырым. Батыр ата-бабаларымыз осы ұлан ғайыр жерімізді ғасырлар бойы қорғап сақтап келді. 1991 жылы 16 желтоқсанда ата-бабаларымыздың ғасырлар бойы армандаған армандары орындалып, тәуелсіздігімізді алдық. Биыл тәуелсіздігімізге 30 жыл толады. Тұғырлы тәуелсіздігімізді алғаннан кейін 2007 жылы 4 маусымда Қазақстан Республикасының мемлекеттік рәміздер туралы заңына қол қойылды. Қазақстан Республикасында мемлекеттік ту, мемлекеттік елтаңба және мемлекеттік гимн мемлекеттік рәміздер болып табылады. Бұл рәміздер елді ерекшелеп тұратын белгілер ғана емес, сонымен қатар сол елдің тарихынан хабар беріп, негізгі ұлттық идеясын баяндайды. Қазақстанның туының түсі көк. Көк түс ашық аспанның, бейбітшілік пен молшылықтың белгісі. Ту бір ғана түстен тұрады. Ол елдегі бірліктің символы. Байрақтың ортасында күн бейнеленген. Күннің сәулесі дән пішініне ұқсайды. Күннің астында қалықтап ұшқан қыран бүркіт бар. Күн байлықтың, тыныштық пен молшылықтың белгісі. Ал ұшып бара жатқан қыран бүркіт мемлекеттің күшін, оның еркіндікке биік мақсатқа ұмтылуын және тұрақтылыққа деген талпынысын білдіреді. Ежелде ата-бабаларымыз бүркітті еркіндік пен адалдықтың, батырлық пен ерліктің, қайсарлықтың, тазалықтың белгісі деп білген. Біздің мемлекеттік тудағы бүркіт әлемдегі кеңістікте лайықты орын алуға ұмтылған тәуелсіз мемлекеттің символы. Қазақстан Республикасының туындағы тағы бір элемент жиектеп тігілген ұлттық ою-өрнек. Ұлттық нақыштағы ою-өрнектеріміз Қазақстан халқының мәдениеті мен дәстүрінен хабар береді. Тудың авторы Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген өнер қайраткері, суретші Шәкен Ниязбеков. Мемлекеттік ту мемлекеттік мерекелерде, салтанатты жиындарда, халықаралық саяси шараларда, спорттық сайыстарда көтеріледі. Қазақстан Республикасының президенті сайланғанда мемлекеттік туды сүйіп, халық алдында ант береді. Елтаңба мемлекеттік негізгі символдардың бірі, оны герб деп те атайды. Ол неміс тілінен шыққан кірме сөз. Аударған кезде мұра деген мағынаны береді. Елтаңбадағы әрбір заттың өз мағынасы бар. Қазақстан Республикасының елтаңбасының пішіні дөңгелек. Ол бекер емес, шеңбер мәңгілік өмір мен тіршіліктің символы. Елтаңбаның ортасында киіз үйдің шаңырағы бейнеленген. Шаңыраққа шаншылған оқтар жарқыраған күн сәулесіне ұқсайды. Шаңырақ пен оқ осы елде өмір сүретін барлық халықтың жалғыз отаны мен ортақ үйі. Қазақстан дегенді білдіреді. Шаңырақтың беріктігі барлық оқтың дұрыс қадалуына қатысты. Дәл сол секілді мемлекеттің тұрақтылығы мен дамуы халықтың татулығы мен тығыз байланысты. Елтаңбадағы мүйізді, тік қанатты тұлпар батылдықты, күш пен адалдықты сипаттайды. Оның дән бейнесіндегі қанаттары қазақстандықтардың еңбек сүйгіштігі мен
ел азаматтарының молшылыққа толы өмірінен хабар береді. Ел таңбаның жоғарғы жағында 5 жұлдыз бар. Ол Қазақстанның жүрегі, 5 құрлыққа бірдей ашық деген мағынаны білдіреді. Композиция Қазақстан деген жазумен аяқталады. Қазақстан Республикасының мемлекеттік елтаңбасының авторлары белгілі сәулетші Жандарбек Мәлібеков және Шота Аман Валиханов. Қазақстан Республикасының мемлекеттік елтаңбасы мемлекеттік рәміздерінің бірі. Елтаңба ту, мөр, монета, архитектуралық құрылыстар, өнер туындылары, қолжазбалар мен кітаптарға бейнеленеді. Қазақстан гимн менің Қазақстанның негізінде жасалған. Оның әнін 1956 жылы Шәмші Қалдаяқов, сөзін Жұмекен Нәжмеденов жазған. Бірінші президент Нұрсұлтан Назарбаев алғашқы әнұранға өзгерістер мен түзетулер енгізіп толықтырды. Әнұран ата-бабамызға құрмет көрсетіп, бірлігін насихаттайды. Қазақстан Республикасының ұлттық командасы қатысатын спорттық іс-шаралар өткізілетін кезде және еліміздің спортшылары жеңіске жеткен уақытта мемлекеттік гимн ойналып, еліміздің туы жоғары көтеріледі. Гимн мемлекеттік рәміздердің бірі, салтанатты ән. Ресми салтанатты жиындарда гимн орын алған кезде Қазақстан азаматтары орнынан тұрып, оң алақан кеудесін сол жағына қойып, қосылып айтады. Балалар, бүгінгі алған білімімізді тексерейік. Қазақстан Республикасының рәміздерінің авторларын сәйкестендіріңдер. Ал балалар, келесі тапсырма, мына ел таңбаларының ішінен Қазақстан Республикасының ел таңбасын табайық. Жарайсыңдар балалар. Мемлекеттік рәміздерді қадірлеу тәуелсіз Қазақстанның әрбір азаматының қасиетті борышы. Мемлекеттік рәміздерді құрметтеу елді, халықты, тарихты, әдет ғұрыпты, салт дәстүрді қастерлеу болып табылады. Қазақстан туы мен тұғырлы, ел таңбасы мен еңселі, әнұраны мен айбатты ел. Ата-бабамыздан қалған қасиетті жерді сен де сақтауға тиістісің. Ол үшін білім алып, ел қорғаны болуың керек.